Шығарманы бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Бұл шығармада 90-шы жылдардың басында ер адамның 7 қазынасының бірі болып табылатын мылтықтан қалай айырылып қалғаны туралы. Және бала тәрбиесінде оны өтірікке үйрету дұрыс па? Соны саралап, өз пікірлеріңізбен бағасын берерсіздер. Сағатбек Ернұр. Үйде мылтық жоқ. 90-шы жылдардың басында ауылдағы аңшы мен малшыдан бөлек кез келген еркек кіндіктісі бар үйдің бәрінде кем дегенде бір мылтықтан болды. Барлығы дерек құжаты жоқ қару болатын. Кейіннен үкімет заңды күшейтіп, мылтығын өз еркімен әкеліп тапсырғандарға сыйақы беріп, халықты әп-сәтте жалаңқол қалдыра салды. Ал оған дейін әр отбасында жоқ, отбасында емес, негізінен ер азаматтардың мойнында мылтықтың мықты аманаты болды. Берен мылтықты 7 қазынаның бірі деп қабылдаған халқымыз, аш шыққанда азық табуға, қапыда қауіп төнсе қорғануға болатын сан ғасырлық серігін қалайша мәпелемесін, қалайша аяламасын. Сол кезеңде әр шаңырақтағы тілі шығып, ес біліп келе жатқан балаға үйде мылтық жоқ деп айтуды үйрету әке мектебіндегі алғашқы кіріспе іспетті болатын. Мен де 96 жылдың қысында көзімді ашып, бауырымды көтеріп, кішкене пенжегімді киіп, томпан қағып шөп қашаға барғанымда көкем: "Балам, үйде мылтық бар ма?" деді. Мен мылтықтың барын, бір емес 3 барын, қайда тұрғанын тәптіштеп айта бастағанымда: "Жоқ, біздікінде мылтық жоқ", деді. Одан әрі қарай неге олай айту керектігін, сыртымызда ұстап алатын жаман ағалардың барын айтып, санама сіңіре бастады. Ертесі ақырдың қашегін тазалап жатып маған: "Балам, үйлеріңде мылтық бар ма?" деді. "Жоқ". "Қой ей, кеше 3 мылтық бар, шөпте тығылу тұр деген сияқты едің ғой?" Жоқ, басқа біреу айтқан шығар." "Давай былай істейік, мен саған кәмпит берем, сен маған шыныңды айтасың." "Не берсеңіз де шыны сол, біздікінде мүлде мылтық жоқ." Не керек? Көкем бөлтірігін баулып жүрген арлан қасқыр секілді менің жауабыма риза болды. 99 жылдың қары қалың түсті. 9 ағайынды жұт келіп, жылқы қаша қажап кетті. Атың өшкір қасқырға да қағынды дейді. Көкем інісі екеуі күндіз малдан қолдары тие қалғанда қалыппен қорғасыннан оқ құйып, оқ дәріні өлшеп дайындаумен болды. Сол жылдары үйімізден қырғауыл, кекілік, шіл қала берсе еліктің еті үзілмейтін. Биылғы қарауыл түс тағысының төресінің өзі болып тұрғанын жігіттердің қамдануы аңғартып тұрды. Бір қар басқан қазақ шалыс мойнақ, танаға жете қабыл төбет болған. Алғаш қасқырды жаралап, ауыздандырған соң араны ашылып, жүрегі қатып алған жендет пен көкемнің астындағы ақтанау аты бір қыста 9 қасқыр алуға септесіп, ағамның атын айға бір-ақ шығарды. Біздің өлкеде ондай рекорд әлі күнге бола қойған жоқ. Ылғи үйде қасқыр сойылды. Дос-жаран, құда жекжаттан арланның терісі байланбағаны қалмады. Неше түрлі тәжірибе жасап көрдік. Бірде аш шегін созып тастап өлшегенде 18 метр шыққан әлі есімде. Бірақ көкемдер қанжығасын қандап, саяттан оралғанын бүкіл ел білсе де, біздің үйде мылтық болған емес. Рас, сенбесеңіз шөпті барып тексеріңіз. Біздікінде мылтық жоқ. Әрберден соң мылтық деген не өзі?